Ассалаумағалейкум, ММА жанкүйерлері, ММА сүйер қауым. Ештен кеш жақсы демекші, бірнеше күн өтті UFC Баку турнирінен, бірақ мен бүгін оралып отырмын өзімнің жекпе-жектер бойынша ойыммен бөлісуге. Бүгін талқылайтын жекпе-жегіміз Бекзат Алмахан, Жан Мацумото. Өкінішті әрине қандасымыз, жерлесіміз Бекзат Алмахан төрешілер шешімімен Жан Мацумотоға жеңілді. 2-1 раунд бойынша 29-28 деген екен. Көп жанкүйерлер келіспей жатыр. Бірақ қазір енді талқылап көрейік, расымен де жеңілді ме, қалай болды деген секілді. Бірінші раунд басталған сәттен бастап қазақ жанкүйерлерінің белсенділігі өте қатты көрінді. Бекзат деп айғайлап жатты. Тіпті Бекзаттың өзінің біраз арқасы қозып, қазақтар шулап кеткен кезде кішкене бүйтіп қолын көтеріп шоу жасағандай әсер танытқан болатын. Бекзат Алмахан бірінші раундта мүлдем аяғымен соққы жасаған жоқ, таза қолымен жүрді. Тапурияға қарсы атылған жоқ. Мен өзім ойлағандай бірінші раундта асықпай жүргісі келді. Былайша айтқанда өзінің джебтарын лақтырды, көбінесе 1-2-лерін лақтырып жүрді. Ал қарсыласы Жан Мацумото болса кішкене қашқақтап жүрді, артқа қашып, көбінесе лоу-кик тепіп жүрген болатын. Бірақ лоу-киктері мүлдем сезілген жоқ Бекзатқа. Бекзат көбінесе челнокпен қозғалып, секіріп, алдыға артқа секіріп, өзінің соққыларын жаудырып жүрген болатын. Және бір сәтте қарсыласы лоу-кик тепкен сәтте өзінің джеб-кросс комбинациясымен Бекзат Алмахан қарсыласын нокдаунға жіберді. Осы сәтте бәріміз түршігіп кеттік, шынымен де бой аяқталды ма деген секілді. Бірақ Бекзат Алмахан мүлдем оны аяқтағысы келген жоқ. Шыны керек, нокдаун болды, бірақ гранд энд паунд жасауға асыққан жоқ. Қарсыласына тұруға мүмкіндік берді. Неге деп ойланып қалдық? Бір жағынан қарасақ, расымен де қарсыласы джиу-джитсуда өте қауіпті жігіт. Бәлкім содан қорықты ма деген ой болды. Бәлкім Бекзат Алмахан асықпайын, кішкене қазір тағы да көрейін деді ме екен. Ол жағын енді біз нақты білмейміз. Одан кейін де Бекзат Алмахан жақсы соққыларын жаудырды. Жан Мацумото қателеспесем бір тейкдаун жасап үлгерді бірінші раундта, бірақ Бекзат Алмахан бірден тұрып кеткен болатын. Бірінші раундта көбінесе ауыр соққыларды Алмахан жаудырып, бірінші раундты өзінің еншісіне алды деп 100% айта аламыз. Бірақ UFC-дің төрешілерінің бірі тіпті бірінші раундты Жан Мацумотоға берген екен. Бірақ енді бұл таза абсурд, бұл олай болмауы тиіс. Екінші раундқа шықты Бекзат Алмахан, Жан Мацумото, және екінші раундта Мацумото бірден сол лоу-киктерінен бастады. Артқа ұмтылмай, біраз алдыға қарай жүріп, екеуі де ортада айқасқан болатын. Бірақ бірнеше лоу-киктардан кейін Бекзат Алмаханның аяғы тіптен қызарып кетті. Бекзат Алмаханның челногы жоғалып кетті. Яғни бір орында көп тұрып қалып жатты, лоу-киктерді көп қабылдады. Өзінің джеб-кросс комбинациясын қайта-қайта жаудыра берді, двойкаларын. Бірақ басқа комбинация көрмедік. Оның апперкоттары болады. Мысалы, Брэд Катонамен керемет апперкот лақтырған. Бұл жекпе-жекте Бекзаттан апперкот көрген жоқпыз. Аяқпен мүлдем тепкен жоқ. Мүлдем лоу-кикте болған жоқ, мидл-кикте көрмедік. Хай-кигі мықты еді, мысалға Умарға қарсы тепкен, октагонда хай-киктен нокауттары да болған. Бірақ бұл жекпе-жекте екінші раундта да, бірінші раундта да ешқандай хай-кик болған жоқ. Көбінесе жаңа қолмен ұйықтатам, құлатам деген ой болған секілді. Көбінесе қолмен тиіп жүрді, тіпті бір сәтте Жан Мацумотоның қабағын жарып жүрді. Бірақ Мацумото көбінесе өзінің лоу-киктармен жұмыс жасап, тіпті қолмен де біраз сенімдірек жұмыс жасай бастады. Мацумотоның соққылары Бекзаттың бетіне дәл тие бастады, және де Бекзаттың бетінде де кішкене қызарулар пайда болған болатын. Бұл раундта Бекзат Алмахан біраз ортаны беріп қойды. Екінші раундтың екінші бөлігінде ортаны да беріп қойды. Жаңағы аяғына да кішкене былайша айтқанда жарақат беріп бастады Бекзатқа. Және де көбінесе белсенді болған Жан Мацумото екінші раундта алып кеткен болатын. Екеуміз екінші раундтан кейін бірде деп айттық. Расымен де ол солай болды. Екінші раундты төрешілердің барлығы Жан Мацумотоға берген болатын. Үшінші раунд басталған сәтте енді бәріміз түсініп тұрдық, Бекзатқа ұту керек, раундты әкету керек. Мацумото да оны түсініп отыр, Бекзат та оны түсініп отыр. Екеуі де шықты, екеуі де белсенді бастады. Бекзат Алмахан қайтадан ортаны алуға тырысты, аяғымен кішкене секіруге де тырысты. Двойкаларын қайта-қайта жаудырды, 1-2 рет жақсы тиді. Бірақ Мацумото да қайтар емес, лоу-киктерін жаудырып жатыр қайтадан сол қолмен де комбинацияларын жасайды, бір-біріне тиіп жатыр. Былайша айтқанда сүйекке сүйек жекпе-жек болып жатты, сүйекке сүйек раунд болып жатты деп айтайық. Үшінші раундта тең дәрежедегі деңгейдегі раунд болды. Бірақ раундтың орта жағына қарай, кішкене екінші бөлігіне қарай Жан Мацумото 2 тейкдаун жасады. Бекзат Алмахан қорғанды, тордың жанында тұрып кішкене қорғанып қайтадан тұрған болатын.
бірақ сол тейкдаундар мұндай сүйекке сүйек болған раундтарда кішкене шешуші рөл атқарып кетуі мүмкін. Сол себептен де бәлкім Жан Мацумото раундты алып кеткен болар деп ойлаймын. 10 секунд қалғанда Макс Холлоуейдің стилінде Бекзат Алмахан ортаға көрсетті. Екеуі де бүйтіп деп заряжен болып тұрған еді, бірақ та енді 10 секундтан жерде өте шықты. Ешқандай соққы бағыттап ешкім де үлгермеді. Бәлкім сол кезде кішкене рубиц етіп бір-екі мықты соққысын бағыттап жібергенде Бекзат Алмахан раундты керемет аяқтағанда бәлкім жекпе-жекті алып кетер еді. Бірақ та төрешілер бір ауыздан шешім шығарып 2-1 деп Жан Мацумотоға жеңісті берген екен. Біз ештеңені өзгерте алмаймыз. Қазақ жанкүйерлері көбінесе келіскен жоқ. Бірақ мен ойлаймын, бұл дегенімен де шынайы ақиқат шешім осы. Бекзат Алмахан бұл жекпе-жекте жеңілді. Бекзат Алмахан 2 жекпе-жек болды. Енді кішкене қалай айтсам болады. Жекпе-жектегі бір жіпті жіберіп алатын секілді көрініп келе жатыр маған. Бірінші раундта өте қатты салынады. Бұл жекпе-жекті бірінші раундта аяқтайтын кезде аяқтай алмай қалды. Алдыңғы жекпе-жекте енді аяқтайтын мүмкіндік болған жоқ, бірақ қатты салынып қойды. Білмеймін, енді кішкене функционалдық жетіспей жүр ме, әлде жекпе-жекке план қою жағы дұрыс емес пе? Әрине біз отырып айта береміз, диванный экспертпіз, өз ойымызбен бөлісеміз, ар жақта не болып жатқанын білмейміз, ішкі кухняны да дұрыс білмейміз. Мысалға бапкерлермен қандай мәселе болды, қандай жоспар болғанын, жаңағы салмақ жасауы қиын болған Бекзат Алмахан, ешкімді сөгіп жатқан жоқпыз, барынша ойымызды айтуға тырысып отырмыз. Сондықтан әрине Бекзат Алмаханның UFC-де қалғанын қалаймыз. Тіпті бұл жекпе-жектен Саят Абдрахманов, Бекзаттың UFC-дегі менеджер және де соққы бағыттау жағынан бапкері Қанат Рахимовты айтқан болатын, UFC-де қалғаны жақсы әрине, бірақ мүмкіндік өте аз деген болатын. Тіпті 20-25%-дай ғана. Бірақ та енді мен ойлаймын, UFC Бекзатты қалдыруы тиіс, міндетті түрде мұндай мүмкіндік те бар деп ойлаймын, себебі Бекзат Алмахан UFC-дің барлық стандарттарына сай төбелесетін жауынгер. Тік тұрып төбелеседі, күреске көп бармайды, нокауттар жасайды, әр жекпе-жегінде нокдаунға жібереді қарсыластарын. Тапурен ғана жіберген жоқ, UFC-де 4 жекпе-жегі болды, үшеуінде мықты нокдаунға жіберген болатын. Тіпті UFC-дегі қарсыластардың деңгейі де өте жоғары болды. Сондықтан Бекзатқа тағы да бір мүмкіндік беріп, тағы да бір 3-4 жекпе-жекке контракт берсе, және де рейтингте емес, кішкене деңгейі төмен жігіттерді беріп, Бекзатты жеңіс сериясына шығарып алып барып топтағы жігіттерді берсе, Бекзат Алмахан мен ойлаймын өте жақсы деңгейге UFC-де шаба алады. Дәл осы рекордпен UFC-ден кетіп қалса, бір әттеген ай деп айтарымыз болады. Себебі өте мықты қарсыластар берілді, басынан бастап бір сенімсіз жеңілістер болды дегендей, бір жүрегімізде бір сызат қалып қоятындай тәрізді көрінеді. Бұл жекпе-жек туралы ойым менің осы. Бекзат Алмаханның UFC-де қалуын тілейміз, баршамыз жанкүйер болайық. Міндетті түрде өз ойларыңызды жекпе-жек бойынша комментарийде жаза отырыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл каналдағы келесі видеолар жаңағы Асу Алмабаевтың жекпе-жегі, Саламат Исбулаевтың жекпе-жегі бойынша шығатын болады. Сау саламатта болыңыздар.